Сәлем құрметті көрермен, сіздермен бірге тағы да мен Марио. Достар, бүгін мен дейтін Майнкрафт ойын жалғастырамын. Достар, қазір мен дейтін автоматический ферма жасап жатырмын. Автоматический ферма пшеницы. Қазір енді мен дейтін жерді дайындадым. Енді видеодан тыс нан бәрі көбейіп кетеді. Енді мен дейтін неге нандайын таңдадым, неге раздатчик қоймадым, андай су бүйтіп лақтыратын нәрсені. Өйткені мен дейтін қиын механизмдерді жақсы көремін өзім, сондықтан қазір механизм жасайық. Қазір бәрін сіздерге көрсетейін деп қалай істейтінін. Бірінші енің, мынаның енің өздерің білесіздер. Мысалы 9 жасауға болады енін былай. 9 жасап, сосын төрттен ортасынан бөліп суға андай су істейтіндей қылып. Ол жағын өзім білесіздер. Мен қазір 7 не қылдым. Міне 1, 2, 3 поршын, 3 поршын, 7. Сосын былайынан мына жерден 5-еуін қылдым. Сосын ары қарай неге мына жерде 5-еу? Өйткені 5-еу болған себебі мынау 6-шысы ол саналады, мынау 7-ші саналады. Мына жерде су шығады, сосын 7-еу былай келеді де, былай тоқтайды, сосын тағы да 7-еу кетеді, былай кете береді. Оның бәрін көрсетемін. Ал енді механизмге көшейік. Механизм сіздерге көрсетейін деп видео жазып жатқаным. Достар, көптен бері видео шыққан жоқ, сондықтан бүгін түсірейін деп жатырмын. Бірақ ешкім де қарамайтын сияқты видеоны. Сонда да мен қазір түсіруге тырысамын видеоны. Бағалайды деп ойлаймын. Так, енді біз дейтін былай, енді былайынан деп шығамыз. Так, былай бит шығамыз. Сосын енді былайынан аламыз да. Так, сосын повторительді саламыз. Повторительдер бәрін қазір қалай істейтінін айтамын. Былай повторитель қойып шығамыз. Қозғамаймыз повторительді, солаймен тұра береді. Так, енді нормально. Енді мына жерден былай қазайық, редстоун жүргізу керек қой енді. Каждый нені редстоун, сосын алға қарай жүргіземіз, ненің алдына қарай. Қазір бәрін істеп болғаннан кейін сіздерге қалай істейтінін түсіндіремін. Қалай жасайтын механизмді. Сондықтан қазір күтеміз. Так. Енді былай. Енді алға қарай жүргізейік мынаны. Так, қан сияқты түсі. Қазір тұра тұрыңыздар, алға қарай. Так, көрінбей қалды түсі. Так, 1, 2. Так, жете ма екен мынау? Қазір. Опа, жеткен секілді. Нормально. Так, біз дейтін енді бүйтуіміз керек қазір. Так, рычаг. Енді рычаг қайда? Рычагтың үшеуін жасап қойған екенмін. Әне көтерілді. Так, түсінбедім. Так. Мына жаққа жетпей қалды ма не? Жоқ, бартып тұрған секілді. Қазір тұра тұр. Так, ана жаққа шейін жетпей тұр екен ғой. Так, соған кейін содан екен. Енді біз дейтін оны бітеміз. Кішкене алыстатпай. Так, алыстатпай қойып оны. Так, алысқа жетпей қалды. Сондықтан қазір кішкене жақындау істейміз. Мына жерден мысалы осы жерден нормально болады деп ойлаймын. Видеодан тыс қазір көріп қараймын бәрін, жалғастырып решениесін табамын. Мынау жалпы мен баяғыдан істейтін немін, өзімнің механизмім. Сондықтан осыны таңдадым мен. Так, нормально көтеріліп түсіп тұр. Енді қазір аняға неге түспей қалды енді, қазір тұра тұрыңыздар. Так, анау түспей тұр ғой. Аняқа қойғымды күттік бәбіз. Тұра тұр.
қойған секілдіміз. Так, аха. Мынау былай тұру керек қой. Енді түсіндім. Қисық болып қойттым. Енді қазір кеттік. Кеттік дегенде суды жасалайық бірінші қазір. Андай су шығатын жерін. Содан кейін жайлап егін егуге болады. Тек осыған арнадым осы нені. Так, мынаны жауқан жоқпыз ғой. Мынаны жоғары жауып тастайық енді. Су қоямыз оны же қазір. Так, нормально. Енді мына механизмді қалай жасақ болады? Былай. Так, уже сигнал кетіп қалды. Енді оны бүйтіп істейміз. Сигнал кетіп қалса, былай істейміз. Нормально. Енді хотя бы құттай болса да жауып тұрсын деп. Сондықтан қазір бірінші мына жермен су қоямыз. Мына ортаны жауамыз. Мына жерге су қоямыз. Так. Бум. Қайттан істеп кеттім. Қазір көрсетемін сіздерге механизмді. Сіздер оценить деп ойлаймын. Так, енді көрсетейін сіздерге қалай жасау керек мұны. Бәрі жақсы жасайды деп ойлаймын. Қазір көрейік. Міне тұра тұрыңыздар. Мен дейтін көтерген жоқпын қазір. Қате жасап жібердім. Қазір тұра тұрыңыздар. Қате жасай жібердім. Бізге проблема етпейді деп ойлаймын оны қазір. Оны бүйтеміз ғой біз. Былай көтереміз. Так, енді жауып тастайық былай. Былай жауып тастаймыз да. Сосын. Былай. Так, сосын. Қатенің ішінен қате кетіп отыр. Ол енді анық нәрсе, өйткені мен көптен бері ойнаған жоқпын мына ойынды. Сондықтан бәрін дұрыс қабылдайды деп ойлаймын. Так, былай. Пока что осылай тек қана сіздерге механизм көрсетейін деп. Так, ал видеодан тыс кішкене дұрыстаймын мынаның бәрін. Ожанға көз жатамыз. Енді жақсылардың бірі емес енді менікі. Былай сіздерге механизмнің дұрыс жағын көрсетейін деп. Міне осылай кету керек су. Міне осылаймен ана жерге барады. Сосын. Так, біз ұйықтауымыз керек қазір. Ұйықтап алайық біріншімен. Бізде өтіп сайып тұр бірақ. Сонда да ұйықтап алайық қазір. Так, қасымызда зомбилер. Монстрлар бар екен қазір. Бірінші хпымызды астына етіп алайық. Сосын ұйықтап қараймыз қазір. Так, зомби. Так, сен мындегеш, айналайын. Ұйықтатпадың ғой адамды қайсыға. Ұйықтатпадың ғой, ей. Нормально бір ұйықтайық десе ұйықтатпайды осылай бар ғой. Так, енді ұйықтап алайық та қазір. Дұрыс аяқ кетірек, оны аяқпен. Достар, мына видеоны записьті асып жасап кеттім. Сондықтан қазір қателер кетіп отыр. Мына аяқта. Оны қазір бәрін дұрыстаймын деп ойлаймын. Міне достар, міне осындай немен жасалады бәрі. Сосын бүйтіп жауып тастауға болады оны қайтадан бүйтіп жауып тастайсың. Сосын су кетіп қалды. Сосын мынау бүйтіп келеді де. Мәссаған, ана жаққа не шығып кетті? Ана жаққа не үшін шығып кетті? Ана жерге біз дейтін қазір не қойымыз керек? Воронка қойымыз керек қазір. Воронка не үшін қойған жоқпын, өйткені қазір не жетпей қалды. Железо жетпей қалды. Железоны мына жақта плавить етіп алатын. Так, железо мына жерде сияқты. Жоқ, мына жерде емес. Міне екен. Так, енді не істейміз? Енді мына жерде так, бар. Бізде бар екен бәрі. Так, как раз EQ. Сосын воронка.
воронка былай жасалады, екеуі нормально жетеді. Сосын қазір ана жерге қоямыз. Қазір егінді екпеймін енді, егіндер анаяқтағы егін өссін, анаяққа егінді мен дейтін нелерге істеймін, қойларға. Так, былай артынан обязательно істеу керек, сосын былайдан қарап мынаған істейсің. Болды. Міне осылай енді мен дейтін егемін, артынан мында егіндерді егем. Ал қазір видеодан тыс не өзгерген білем. Көрсетейін сіздерге, дым да өзгерген жоқ. Міне егін, сосын так, бірінші жинап алайық. Өскен өсімдіктерді. Сосын болашақта мен дейтін слайм тауылымыз керек. Ана слайм деген жасыл нәрсе ғой, жасыл домалақ бар ғой. Липкий поршень істеу үшін. Липкий поршень не үшін керек? Липкий поршень бізге сиырлар фермасына керек. Андай құтақыштай немен автоматический ферма тоже дейтін. Готовый немен істеуге болады, оны өлтіргенде готовый жареный болып шығады. Ол үшін лавамен істейміз оның бәрін. Оны болашақта көрсетемін. Сондықтан достар, видео көп шықсын десеңіздер, лайк басып, коммент жазып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Так, біз қазір жалғастырамыз ары қарай. Видео көп шықпайды осы серия. Тек қана механизмді көрсетейін деп сіздерге. Көп нәрсе өзгерген жоқ. Мұнда қазір мен дейтін мына сиырларымды дамытып жатырмын. Болашақта бізге коровий бой деймін, қалай айтатын. Так, былай сен, нормально. И все, кеттік. Мынақтың бәрін тазалау керек, талдың бәрін алып тастау керек, мынақтың бәрін. Көп жұмыс оның бәрі. Міне осындай қазір бірінші егейік. Енді басын бастап кетейік. Енді мына жер дейтін убого шығып кетті. Қызық біртүрлі шығып кетті. Оны ештеңе етпес, бізге проблема етпейді. Главный механизм жасап тұрғаны. Ал достар, енді сіздермен мен қоштасатын секілдімін. Тек осы механизмді көрсетейін деп сіздерге. Ал сіздермен бірге болған мен Марио. Достар, келесі бөлімдерде кездескенше. Мына бөлім көп шыққан жоқ, сондықтан өйтпеңіздер. Достар, қош, сау болыңыздар.